Сәлем достар, сіздермен Бекзат, менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі видео менің арнамда ең алғаш рет болып жатыр. Яғни бүгінгі видеода мен арзан және қымбат заттарды салыстыратын боламын. Менің арнамда жаңа рубрика, және мен бұл видеоны ешкімнен қайталаған жоқпын. Мен түсіргім келді, енді түсірдім. Олай болса біз бастаймыз. Ең алдымен мен салыстыратын заттарым ол чипсылар. Яғни қымбат чипсыдан бізде әрине Лейс, русская картошка деген чипсы. Ал олай болса біз бастаймыз. Алдымен арзан чипсыдан бастаймыз. Міне ол былай көрінеді. Дәмі ұнайтын адамдарға ұнайтын шығар, бірақ маған қатты ұнамады. Себебі біріншіден оның чипсыйдың өзінің қамыры дейік па, картошка ма, сол бір түрлі. Яғни бірақ жейтін адамдарға ұнады, бірақ маған ұнаған жоқ. Ал келесі бізде мына Лейсті бастайық. Бірақ мен әлі ананы таңдадым деп айтқан жоқпын. Ал міне мына чипсыйды көрейік. Мен иісін салыстырмаппын. Яғни мынада иіс күштірек шығады. Мынада басқаша иісі жоқ десек те болады. Көріп тұрғандарыңызда мен бұл чипсыйды жегім келе береді. Сондықтан да маған бұл чипсы әрине кішкене ұнады. Бір жағынан қытырлақ, дәмі күшті, иісі күшті. Ал мына чипсыйдың қытырлақ, бірақ ондай қатты қытырлақ емес. Дәмі де онша емес. Ал мынаның дәмі жақсырақ. Сондықтан бүгінгі біздің бәсекемізде, видеомызда мына чипсы, яғни қымбат чипсы жеңді. Және достар, видео сіздерге ұнады деп ойдамын. Ұнады созақтың жоғары тұрған белгісін басып, астына сұрақтарыңызды қалдырып, және не заттарды салыстырайын, соны жазып кетіңіздер. Мен бұл видеоны бірінші рет түсіріп жатырмын, сондықтан қатты бағаламаңыздар. Келесі видео бұдан да қымбатырақ, күштірек болады. Енді осы видеода біз 30 немесе 25 лайк жинайық. Сұрақтың жоғары тұрған басып кетіңіздер.